Қарасаң, уақыт көп та аналарда. Жатып алып, Оның үстіне андай нәрсе бар ғой. Адамды негізгі істерден шайтан болмашы бір нәрселермен алаңдатады да. Сен Раббыңды, Алланы зікір етудің орнына саған басқа адамдарды зікір еткізіп қояды. Яғни басқа адамдардың өмірін, істерін талқылатқызып қояды. Сен оның орнына Алла Тағаланы ұлықтауың керек еді да. Жаңағы бір өзің ғибадатыңа, басқа да міндеттеріңе мән берудің орнына сені бір болмайтын бір қыдыру, жаңағы көңіл көтеру, ол да рұқсат етілетін нәрселер ғой, бірақ құр әшейін бір уақыт өткізетін нәрселермен айналдырып қояды. Бірақ бәріне саған уақыт жетеді. Негізгі ғибадатың болып есептелетін 5 уақыт намазыңа мысалы 1 сағат уақыт таба алмайсың. 24 сағаттан 1 сағат таба алмайсың. Менде уақыт жоқ дейсің. Бірақ одан басқаның бәріне уақыт бар да. Бірақ шайтан сені сөйтіп алаңдатып әлек қылып қояды екен да басқа нәрселермен. Қайтадан сол Шафиғидің сөзін айтамыз ғой, сен нәпсіңді шындықпен, ақиқатпен шұғылдандырмасаң, ол сені жалғанмен әлек қылып қояды деген сол ғой. Жаңағы айналып келіп біреуді талқылау, біреуді әңгіме қылу дегеннің бәрі сол аузың зікірмен, жақсы сөздермен, үгіт насихатпен шұғылданбағандығынан ғой. Ол енді тіл деген сөйлеу үшін жаратылған, сөйлейді ғой, не істейді басқа. Комментарийде жазған нәрсе амал дәптерге жазылмайды деп ойлайды ғой деймін. Фейк аккаунтмен жазсам жазылмай қалады деп ойлайды. Виртуальный әлеуметтік желі ғой деп ойлайды. Сенің қолыңмен жасалып жатқан нәрсенің барлығы жазылып жатыр ғой амал дәптеріңе. Сондықтан абайлау керек, ауыз берді, қол берді екен деп. Әркімге бір тіліңді былғай беру деген. Адамдардың пайғамбар хадисінде айтады ғой, 2 амал бар дейді, адам өзі білмейді дейді, бірақ ағашты от қалай жоқ қылып қояды дейді, жеп. Дәл солай амалдардың бәрін жоқ қылып жібереді дейді. Қияметте ол Алланың алдында дымсыз тіріледі дейді. Оның біріншісі ғайбат дейді, екіншісі көре алмаушылық дейді. Көрдіңіз ба? Іші жарылып, көре алмай, қиналып, жаңағы пайғамбар хадисінде де айтады ғой, адамдар Алланың бергеніне дұшпандық қылатын кісілер бар дейді да. Сахабалар сөйтті, я Расулалла, қалай Құдай берген нәрсеге біреуді қалай дұшпандық қылады деген кезде көре алмай дұшпандық қылады деп айтады дейді. Алла біреуге бір бақ берсе дейді, оны көре алмай дұшпандық қылады дейді олар. Ол адамға дұшпандық қылып жатқан жоқ, бақ берушіге дұшпандық қылып жатыр дейді да. Аллаға дұшпандық қылып жатыр дейді. Сондықтан бұның бәрі ауру ғой. Алланы әділетсіздікпен айыптап тұр ғой. Иә. Неге оған берді деген сияқты. Неге ана іштегі ыза ғой, жек көрушілік кәдімгідей көзінен көріп тұрасың кейбір адамдардың ше. Сені жек көріп тұрғанын көзінен көріп тұрасың. Ол енді Алланың әділдігі емес па деймін да. Ол жерде бір хикмет бар, даналық бар. Сен соны Алланың ісіне тапсырсаң мысалға, ол мысалы саған бермеген нәрсені оған беріп жатса, Аллаға беріп жатқан. Демек ол жерде бір нәрсе бар. Біз білмейтін. Бір өлеңде де келеді, көршіңіз байып жатса қуаныңыз дейді. Көршің, айдалады, өзің көршің, туысқан емес, көршіңіз байып жатса қуаныңыз, өйткені сізге бөліп бермесе де қол жайып ештеңені сұрамайды дейді. Қуана алмайсың ғой бірдің қуанышына да. Жақсыны да айттық, жаманды да айттық. Біраз нәрсені айтып кеттік негізінде подкастта. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді ғой енді. Аты жоқ подкаст болды. Аты жоқ подкаст. Аты жоқтың патологы болды енді.